Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті де сүйкімді тыңдармандарым. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, әңгімені соңына дейін тыңдап, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Неке түнінде пәк болмай шықтым. Себебі бала күнімде құрбымның әкесі. Кез келген құпияның мәңгі ашылмай қалуы мүмкін емес секілді, мына өмірде менің де көңілімді алаң етіп, жүрегімді қан жылататын, өмірімде қара таңба болып басылған сол оқиға әлі есімнен кетпейді. Бұл жайында мен ешкімге тіс жарып айтқан емеспін. Мен көп балалы отбасынан шықтым. Ол кезде қазіргідей 4 баланы көп балалы санамайтын еді ғой. Анам әр құрсақ көтерген сайын алдыру тура ойлаған екен. Бірақ әкем, Алла құрсағыңа берген екен, ол аманат. Аман есен бауырыңа алғайсың дейді екен. Сондағы анамның уайымсыз 8 қызым бар деп, бір ұлым жоқ деген ой болмаған. Ал әкем ешқашан анама ұл тумадың деп артық сөйлемеген екен. Керісінше бізді қатарымыздан қалдырмау үшін күндіз-түні тынбай еңбек етіп, кейде әкемнің күнге күйіп, аязға жаурап, әбден тотыққан жүзіне қарап, оған қатты жаным ашитын. Аман есен бой жетіп, оқуға түскен соң әкемді курорттарға алып барамын деп армандайтынмын. Анам үйде біздің ас-ауқатымызды дайындап, кір-қоңымызды жуып, бірді екілі сиырын сауып, құрт майын иіріп, қолы босамайтын. Ауылды жер болған соң анама дайын тұрған жұмыс та жоқ еді. Тұрмысымыз керемет болмаса да, аузымыздан ақ май ағып, бақуатты өмір сүрдік демесек те, біз өте бақытты болатынбыз. Анамның қамқорлығы мен әкемнің тынымсыз еңбектігінің арқасында ешкімнен кейін болмадық. Бірақ әкем де анам да өте қатал болатын. Қыз баланың тәрбиесіне қорықты ма, аяғымызды қия бастырмайтын. Үлкен әпкелерім сыныптарында секілді түнде ауылдағы клубқа би кешіне бара алмайтын. Әпкелерім анама қанша жалынса да әкемнің ұрсатынын алға тартып жібермей қоятын. Соның арқасында әпкелерім ел мақтаған ибалы қыздар болып өсті. Бірақ менің алдымдағы әпкем екеуміз ерке шолжаң болдық. Әкем кешке дейін жұмыста, жаздың күндері әте шақырмай оянып алатын анам байғұс түсте көз шырымын алайын деп бөлмесіне кіріп демалады. Анамның көзі ұйқыға кетті-ау дегенде әпкем екеуміз мысық табандап шығып, есікті жаймен ашып, үйден қашып шығатынбыз. Бұлай шыға бере әпкем өз құрбысына кетеді. Мен біздің көшенің басында тұратын өзімнің сыныптас құрбымның үйіне қарай құстай ұшамын. Ол үйіне 2-3 бала ғана болғандықтан ба, ойыншықтары көп болатын, ал бізде ойыншық өте аз болды. Оның үстіне қай балаға болсын, өзі күнделікті ойнаған ойыншықтарды қызықсыз болып, біреудің ескі заты болса да керемет болып көрінетін әдеті ғой. Сонымен ол құрбым мені күтіп отырады екен. Екеуміз кешке дейін қызу ойынға кірсеміз, үйге мал қораланып, сиыр сауылып, ел орынға отырғанда қайтанбыз. Анам бір айқайын естіп алып, қолымызды жуар-жумастан тамаққа отыратынбыз. Кейде анам әкемнің көзінше ұрса алмай, көзін бір алартып қоя салатын. Ондағысы әкем менің рұқсатсыз ойнап кеткенімді білсе, анам екеумізді де аямайды деп қорқынышты еді. Қазір ойлап отырсам, менің өмірімнің ең бақытты, кіршіксіз таза, мөлдір кезі сол балалық шағым екен. Бірақ сол бір оқиға менің бала жүрегіме жазылмас жара болды. Сол жағдайдан кейін мен еркек атаулардан жиіркеніп, олардың бәрін ойы бір ғана сияқты көретін болдым. Сол күні менің бейкүнә сәби көңілімнің тұнығы лайланған болатын. Ол менің өмірімде әлі де өз көлеңкесін түсіріп келе жатыр. Жаз айы болатын. Әдеттегіде анам барлығымызды қараңғылаған бөлмеге кіргізіп, өз бөлмесіне демалуға кіріп кетті.
әпкем екеуміз үйренген әдет бойынша жаймен басып, үйден қашып шықтық. Әпкем өз құрбысына кетті, мен құрбымның үйіне қарай бағыт алдым. Құрбым есіктің алдында ойнап отыр екен, мені көріп қуанып кетті. Екеуміз ойыншық ыдыс аяқтарымен біраз ойнадық. Сәлден соң шөлдей бастадық. Ол анасы дайындап қойған ашымық көже бар екенін айтты. Біз салқын көже ішуге ішке кірдік. Әкесі теледидар көріп отыр екен. Мен ол кісіге амандастым. Көже ішіп алған соң екеуміз теледидар көргіміз келіп, құрбымның әкесінің қасына отырдық. Сәлден соң әкесі құрбымды қораға барып бұзауды шығып кеткен жоқ па дейкен деп, соны көріп келуге жұмсады. Құрбым қырсығып барғысы келмеді. Әкесі 2-3 рет айтып, тыңдата алмаған соң оған ұрыса бастады. Әкесінің дауыс көтеріп айқайлағанына ренжіген ол бақырып жылап далаға шығып кетті. Мен де оның артынан шығайын деп орнынан тұра бергенде әкесі менің қолымнан шап беріп ұстап алды да алдына отырғызып қойды. Мен кетпек болып бұлқанып едім, ол мені белімнен қысып ұстап жібермей қойды. Менің қызым жаман, сен ақылды қыз екенсің, маған қыз болшы, иә? Мен сені қыз қыламын, неше түрлі тәттілер әкеліп беремін деді де мені аймалап сүйе бастады. Одан шошыған менің есім шығып не болып жатқанын түсінбей қалдым. Еміс-еміс есімде қалғаны менің астымды сипалап, тіліңді шығаршы деп қайта-қайта айта бергені. Ол мені әбден омаждап қинады, бірақ жынысты қатынас болмағаны анық есімде. Сәлден кейін әрең дегенде оның қолдарынан сытылып шығып қаша жөнелдім. Сол сұмдық оқиғадан кейін құрбым қанша шақырса да оның үйіне бармайтын болдым. Мінезім қатты өзгерді. Күндегідей әпкемнің бірге қашып шығып ойын қумайтын, ешкіммен сөйлеспей жеке қалғанда ұнататын әдет таптым. Мен есейіп, етегімді жиғанға дейін сол қорқынышты жайт ойымнан кетпеді. Бой жете келе жігіттер сөз сала бастаса, олардан қашқақтайтын беретінмін. Құрбымның әкесінің айуандық әрекетінен кейін мен пәктігімді жоғалтып алдым деп ойлайтынмын. Сондықтан ешқашан тұрмысқа шықпауға бел будым. Мектепті жақсы оқыдым, бірақ аса белсенді болдым деп айта алмаймын. Құрбыларымның жекеленіп ешкімнен сырласып ашылып сөйлеспей тұйықтала бердім. Әкесі маған қолын сумаңдатқан құрбыма тіпті жоламай кеттім. Ол не болғанын түсіне алмады. Мен оған ешқашан басынан өткен сұмдықты ашып айта алмадым. Содан кейін екеуміз бір-бірімізге бөтен болып кеттік. Осылай уақыт өте берді. Мен тезірек өз үйімнен мына ауылдан кеткенше асықтым. Өзімді ешкім танымайтын, білмейтін қалаға кетіп қалуды армандайтынмын. Туған ауылымдағы тұрғындардың бәрі мені сол күнгі масқара жағдайымды білетін сияқты болып тұратын. Бірақ тағдыр тағы да жағымсыз тосын сый дайындап отыр екен. Менің арман мақсатым тағы да күл талқан болды. Көрші ауылда әскерден келген соң ауылда қалып қойған бір жігіт бар еді. Сол мені ұнатып, сұрастырып жүрген екен. Еркек атаулыдан жерініп атын естсем, кірпідей жиырылатын мен оны маңыма да жолатпадым. Ол да 5-6 ай уақыт соңымнан қалмай жүрді. Дегенмен жете алмаған соң болар деп топшыладым. Кейін жоқ болып кетті. Маған да керегі сол, оны іздеп, уайымдап та көрмеппін. 11-ші сыныпты аяқтап, жаздың емтихандарымды тапсырып болған кезім болатын. Құрбыларым сыныптас ұлдармен отырыс жасайық деп кешке жиналды. Мен әдеттегідей барғым келген жоқ. Әпкемнің де жібермесі анық. Сыныпта ауыз-аузына жұқпай сөйлейтін бір қыз бар еді. Отбасы жағдайы бізбен шамалас. Сол қыз менімен отырысқа киетін көйлек сұрады.
Ақыры болмайтын болған соң берейін дедім. Бірақ ол айтқан уақытында көйлекті алып кетуге келмеді. Басқа біреуден тапқан болар деп ойладым да қойдым. Сәлден кейін ит үріп, абаланып кеткен соң сыртқа шықсам, сол қыз келіп тұр екен. Мен үйге қайта кіріп, дайындап қойған көйлекті алып шықтым. Ол енді қолы босап келген беті осы екенін айтып жатыр. Мен онымен қоштасып ішке кіргелі жатыр едім. Өзін шығарып салмауымды өтініп қиылды. Мен келісіп оған ере шықтым. Екеуміз әңгіме айтып келе жатырмыз. Мен тыңдамаған болмасам, көбіне ол сөйлеп жатыр. Енді қандай жоспарым бар екенін, қандай оқуға түспек ойы бар екен сұрап қояды. Әңгімемен үйден біраз ұзап кеткен екенбіз. Екі көшенің қиылысына келгенде мен тоқтап, онымен қоштастым. Ол да көйлекті алып, тез-тез басып жүгіріп кетті. Мен үйге қарай бет алдым. Кенет арғы көшеден келе жатқан көлік біздің көшеге асығыс бұрылды да менің жаныма кілт тоқтады. Мен ештеңе түсінбей қарап қалыппын. Сол мезетте ішіндегі еңгезерде екі жігіт шықты да мені көтеріп алып, екі бүктеп көліктің артқы орындағына тастай салды. Мен не болғанын түсіне алмай абдырап қалдым. Есімді жиып көмек сұрамақ болып айқай бастағанда көлік зу етіп сырғи жөнелді. Терезелері қараңғыланған көліктен сыртқы көре алмай отырмын. Айқайлап жылап келемін. Әлгілер даңғазы музыканы жоғары дауысына қойып мені тыңдар емес. Бұлар мені алып кетіп не істемек? Менің қыз емес екенімді білетін болғаны ғой. Бір жерге апарып зорламақ болған шығар деген ойлар миымды жарып жіберердей болды. Қарулы қолдармен алысып, бұлқаны беріп, шаршап келіп қалыппын. Көлік бір ауылға бұрылғандай көрінді. Бір кезде жарығы мол жағылған көңілді әуен ойнап, көп адамдар жиналған үйге келіп тоқтады. Олар жылдам түсіп кетті де мені көліктен қалдырды. Сонда ғана мені алып қашып кеткенін түсіндім. Ары қарай не болғанын білмеймін. Талықсып кетіппін. Есімді шымылдырықтың ішінде жидым. Киімімді ауыстыр, үстіме қызыл халат кигізіп қойыпты. Басымда орамал, ол қисайып кеткен. Мұрныма адыраспанның иісі келді. Сәлден кейін үлкен әжелер келіп, менен қолхат жазып беруімді сұрады. Мен айғайға басып жылап көнбедім. Мұнда қалмайтынымды айтып жыладым. Сол мезетте қуғыншылар да жеткен екен. Олар мені құтқарып алып кетер деген үмітім де аяқ асты болды. Екі жақтың келісімен менің тағдырымды шешіп салыпты. Қатал әкем босағаға аттаған екен, енді қайтып келмесін деп қалуымды бұйырыпты. Жеке тұлға емес, қуыршақ секілді болған тағдырыма лағнет айтып мен қалдым. Алып қашқан әлгі соңымнан ұзақ жүгірген өзімнен 10 жас үлкен жігіт екен. Өз еркіммен көнбеген соң мені осылай бағындыруды жөн санапты. Тағдырыма амалсыз бойұсынып, 16 жасымда келін болып, ертеңіне беташар болды. Кешке құрдастары жиналып отырыс жасады. Сол күні күйеуім аздап ұрттағаны болатын. Менің ең қатты қорыққан сәтім неке түні еді. Күйеуім мені шешіндіре бастағаннан ақ денемді жиырып, тырыстым да қалдым. Ол өз дегеніне жету үшін мені аймалап, денімді үйретіп, тірлігіне кірісті. Мен бәрібір еркін жата алмадым. Өзімнен 10 жас үлкен бөтен еркектің құшағынан қорықтым ба, әлде бала кезінде алған травманың әсері ме? Мен үшін алғашқы қатынас ауыр болды. Кенет күйеуімнің орнынан атып тұрып, маған айғайлай бастауы. Сен пәк емес екенсің ғой, кіммен болдың? Қыздығыңды кім алды деп мені ұрып жіберді, сілкіледі. Мен сол кезде құрбымның әкесі құртқан екен ғой деп ойлап қалшылдап кеттім. Бірақ ол
мұндай ештеңе жасаған жоқ еді ғой. Бір жолы велосипедтен құлағанда астым қанап еді. Сол кезде құрдым ба екен деп ойлап бастадым. Күйеуім, шыныңды айт, кіммен болдың? Мен саған ұрыспаймын, жасырма деді. Мен сөйлеуге шамам келмей басымды шайқай бердім. Сәлден соң ешкіммен деген сөзді әрең айттым. Маған пақ емес әйел керек емес, сені төркініңе апарып тастайсын. Тез киін деді. Мен бұдан өле салғаным артық еді ғой. Әкем мен шешеме ауылға ел жұртқа масқара болатын болдым ғой деп ойлап, қалшылдап жылап жүріп киіне бастадым. Бір уақытта күйеуім, маған сен қандай болсаң да ұнайсың, сені сүйемін. Бір тамшы қан сенің көз жасыңның қасында ештеңе емес. Болды жаным, жылама деп мені жұбата бастады. Біз жақтың салты бойынша неке түнінен кейін абысындар ақ жаймаға қан тамбағанын тексеретін. Мен соны ойлап әлі жылап отырмын. Күйеуім денесінің көрінбейтін бір жерін тілді де қан шығарып ақ жаймаға тамызды. Таң ата абысыным жалмаңдап есік қақты. Мен оған ақ жайманы ұсындым. Қанның көп аққаны күдік тудырды ма, сенен қан кетті ме деп таң қалдырып сұрады. Мен иығымды көтеріп білмеймін деген ишара білдірдім. Таңғы 6-ға дейін жылай беріп, әбден шаршаппын. Жастыққа бас қойсам ұйықтап қалыппын. Сағат 9-зарда бөлмеден шықтым. Содан кейін 3 күн қонақ күтумен қол тимей кетті. Кешке сілем қатып төсекке әрең жетемін. Күйеуім де аздап ұрттайды да менімен қоса шаршап жығылады. Сөйтіп ел аяғы басылып қонақтар тарқады. Енді өзіміз қалған соң күйеуім қайта жабыса бастады. Мен алғашқы түні қалай қиналғанымды, оның ұрысқанын ұмытқан жоқ едім. Ол мені шешіндіріп, аймайлап бастағаннан тағы да денемді жиырып ала қойдым. Еркектің сезімі шегіне жетсе, ештеңе қарамайтын әдеті ғой. Тағы да қоярда қоймай аймалап өліп барады. Бөлме тас қараңғы болатын. Күйеуім тірлігін аяқтай бергенде жан сағыма су сияқты болып мұздай бірдеңе тигендей болды. Дереу жарықты жағып қарасақ, менен болар болмас қан шығыпты. Ақ жаймаға жағылған қанды көріп күйеуім қуанып кетті. Сонда барып менің оның қызық перде екенін түсіндім. Алғашқы түні күйеуім қызу болған соң қызығымды ала алмағысы керек. Мұны көрген ол мені шүлпілдетіп сүйе бастады. Сен менің пәк екеніңді сенгенмін, білгенмін, адал екеніңді деп қояды. Осыдан кейін күдігім сейіліп, жүзім жарық болады ғой деп ойлаған едім. Тағы да қателескен екенмін. Күйеуім қызу болса да түнде айтып бетіме баса берді. Ол менің жанымды ауыртып, ескі жараның аузын тырнай береді. Бұл күнде 4 баланың анасымын. Тұрмыстық жағдайымда жаман емес. Күйеуім екеуміз арамызда жақсы. Ұрмайды, көзіме шөп салмайды. Бірақ сәл ұрыс болса, сен алғашқы түні пәк болып шыққан жоқсың. Кіммен болғаныңды да айтпадың. Не де болса ішіңде қалды. Не жасырғаның барын кім білсін. 3 күннен соң қан шықты, әйтеуір деп айта береді. Сен менің таза екеніме көзің жеткен жоқ па деп құмаға жылайтынмын әр айтқан сайын. Арада қанша жыл өтсе де соны айтып бетіме шыжғырып басудан танбайтын келеді. Ақтала беруден де шаршадым. Менің өзіме өзім күмәнмен қарауыма себеп болған құрбымның әкесінен қарғаймын. Соңғы ұрысты күйеуіме тағы да сол туралы айтып келе жатыр едім. Мен саған ақтала беруден шаршадым. Енді сол туралы бір ауыз сөз қозғайтын болсаң, екеуміз екі бөлек адам боламыз. Мен сенен кетіп ажыраспаймын, бірақ бір үйде тұрсақ та сен мен үшін жоқ адам боласың. Сенен әбден көңілім қалды дедім.
Жылаған жоқпын, ақталған жоқпын, сенімді түрде ескерттім. Содан кейін қит еткен неке түні туралы айтатынымды қойды. Бірақ менің оған деген көңілім бұрынғыдай емес. Құрметті ата-аналар, сіздерден өтініш, ешқашан ұл болса да, қыз болса да, балаңызды біреумен қалдырмаңыздаршы. Адам аласы ішінде деген, кімнің қандай екенін бір Алла ғана біледі. Мен секілді өмір бойы өксіп өтпес үшін балаларыңызды соқ көздеріңізден сақтаңыздаршы. Арамдық аз деген менің бала күнімдегі оқиға осылай болғанда, мына біздің заманда біреуге сенім арту тіпті қиын. Менің оқиғам сіздерге сабақ болса екен.